Қазақстан егемендікке қол жеткізгеннен кейін, адам бостандығы мен құқығы мемлекеттік саясаттың басты негізі болып табылатын демократиялық, зайырлы, құқықтық мемлекетті құру жолын таңдады. В Казахстане деятельность ООН началась... Елімізде бұл ұйымның қызметі 1992 жылғы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 47-ші сессиясынан басталды. Бір жыл өткен соң 1993 жылғы ақпанда Алматыда алғашқы кеңсесі ашылды. Яғни Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы өз жұмысын бастады. Это была программа развития ООН. Адам құқықтарын құрметтеу принципі Біріккен ұлттар ұйымы жарғысын қабылдағаннан кейін халықаралық құқықтың басты принциптерінің бірі ретінде бекітілді және мемлекетті өздеріне қарасты барлық адамдарға қатысты қандай да бір кемсітушілікке жол бермей, азаматтардың құқықтарын сақтауға және құрметтеуге міндеттейді. 1948 жылы 10 желтоқсанда қабылданған Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен қабылданған адам құқықтары саласының жалпы декларациясын және де адам құқықтарының саяси, азаматтық, әлеуметтік, экономикалық пактілерін ратификациялады. Бұл құжаттардың барлығын біздің елімізде адам құқықтарын жүзеге асыруда, олардың қорғауда үлкен зор күші бар. Осы міндеттерді орындауда мемлекеттер өздеріне қарасты адамдарға белгілі бір құқықтар мен бостандықтар берілуі тиіс. Мәселен, нәсілдік, ұлттық және басқа кемсітушіліктерге жол бермеу керек. Адам құқықтары саласындағы құжаттарды өңдеу бойынша басты жұмыстар Біріккен ұлттар ұйымы аясында және оның мамандандырылған мекемелерінде жүргізіледі. Бүгінде Қазақстан халықаралық құқықтың толыққанды субъектісі болып, адам құқықтары саласындағы 60 халықаралық көп тарапты әмбебап шарттарға қатысады. Олардың жетеуі халықаралық адам құқықтарын қорғау құралы деп аталатын Біріккен ұлттар ұйымының құқық қорғау конвенциялары. Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық әмбебап ұйым. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 50 елдің өкілдерінің қатысуымен құрылған. Бүкіл әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдауға және нығайтуға, мемлекеттер арасында ынтымақтастықты дамыту үшін арналған ұйым. Халықаралық адам құқықтарын қорғаудың негізі халықаралық шарттар болып табылады. Олар барлық қатысушы мемлекеттер үшін міндетті сипатқа ие. Шарттар негізінде қатысушы мемлекеттердің шарттарды орындалуын бақылайтын халықаралық органдар құрылады. Мәселен, Біріккен ұлттар ұйымы аясында адам құқықтары жөніндегі шартты органдар қызмет етеді. Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау әрбір мемлекеттік органның, лауазымды тұлғаның және бүтіндей бүкіл мемлекеттік аппараттың негізгі міндеті болып табылады. Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қосымша құралына адам құқықтары жөніндегі уәкілетті мекемелерді жатқызу қажет. 2010 жылғы ақпанда Қазақстан адам құқықтарын қорғау үстінде елеулі ілгерушілік танытқан Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары жөніндегі кеңесінің аясында алғашқы әмбебап кезеңдік шолуын сәтті өткізді. Әмбебап кезеңдік шолу болашаққа көз жүгірте отырып, адам құқықтарын қорғау және бұдан әрі марапаттау үшін болашақтағы міндеттер мен жетістіктерді бағалау мүмкіндіктерін берді. Әмбебап кезеңдік шолу қорытындысы бойынша Қазақстандық делегация 128-дің 122 нұсқасын қабылдады. Қазақстан көрсетілген нұсқауларды барынша жүзеге асыру үшін барынша күш салуды көздеп отыр. С развитием Казахстана, с изменением экономики, с повышением благополучия граждан. Қазақстан дамып, экономика өзгерген соң, азаматтардың әл-ауқаты реттеліп, Қазақстанда өндірістер дами бастағаннан кейін, Біріккен ұлттар ұйымының республикада атқаратын бағдарламасы да өзгеріске ұшырады. Бастапқы уақытта реформаларға қолдау көрсетілсе, енді басты саясатты, инновациялық үлгілерді Қазақстан қоғамын дамытуға экспертті қолдау көрсетіле бастады. Та, которая предвидится в странах со средним уровнем достатка. 2011 жылғы 14-15 шілдеде Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитеті халықаралық азаматтық және саяси құқықтар туралы пактісін орындау туралы алғашқы ұлттық баяндаманы қарады. Есеп адам құқықтарын қорғау ұлттық жүйесін жақсарту мақсатында халықаралық серіктестермен, құқық қорғаушы үкіметтік емес ұйымдармен және адам құқықтары жөніндегі кеңестің құралдарымен бірге іске асырған мақсатты жұмыстардың бір бөлігі болды. Адам құқықтары жөніндегі кеңестің мүшесі ретінде 2013 пен 2015 жылдар аралығында Қазақстан ұлттық және жаһандық деңгейде адам бостандығы мен құқықтарын қорғау мәселелерін шешу мақсатында жұмыс істейді. Қазіргі кезде тәуелсіз сарапшылар комитеттерінен тұратын шарттық 10 ұйым бар. Олардың 9-ы қатысушы мемлекеттердің адам құқықтары саласында Біріккен ұлттар ұйымы шарттарының орындалуын қадағалайды. Ал 10-шы ұйым
Азаптауларға қарсы конвенцияның факультативті хаттамасына сәйкес бекітілген азаптаулардың алдын алу бойынша комитеттің құрылымы. Ол факультативті хаттамадағы қатысушы мемлекеттердің қамау орындарын тексереді. Адам құқықтары жөніндегі комитет, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы комитет, нәсілдік кемсітушілікті жою туралы комитет, әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою жөніндегі комитет, азаптауларға қарсы комитет, бала құқықтары жөніндегі комитет, еңбекші мигранттардың құқықтарын қорғау жөніндегі комитет, мүгедектердің құқықтарын қорғау жөніндегі комитет, зорлық пен жоғалып кету жөніндегі комитет. Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес адамның негізгі құқықтарына мыналар жатады: өмір сүруге, бостандықта болуға және оның жеке басына қол сұғылмауына, құлдықта немесе кіріптарлықта ұсталмауға, сот үкімі заңды түрде күшіне еніп, кінәсін толық анықтағанға дейін кінәсіз деп есептелуге, азапталудан немесе қадір қасиетін қорлайтындай адамшылыққа жатпайтын қатыгездік жолымен жәбірленуге, сот қорғауына, жеке өміріне, жеке және отбасылық құпияларға қол сұғылмауына, абыройы мен қадір қасиетін қорғауға, құқықтық қатынастарға және заң алдындағы теңдікке, ұлттық, партиялық және діни тиістілігін анықтауға, Қазақстан Республикасы аумағында еркін жүруге, тұратын мекенін еркін таңдауға, ар-ұят бостандығына, бірігу бостандығына, сөз бостандығына, еңбек ету бостандығына, қызмет түрі мен кәсіпті таңдау бостандығына, баспанаға қол сұқпаушылыққа, жеке меншігінде сатып алынған кез келген мүліктің болуына, ең төмен деңгейдегі еңбек ақы мен зейнетақыға, жасы бойынша сырқаттанған, мүгедек болып қалған, асыраушысынан айырылған жағдайда және басқа да заңды негіздер бойынша әлеуметтік қамтамасыз етілуге, денсаулық сақтауға, медициналық көмектің заңда бекітілген тегін кепілді көлемін алуға құқылы. Адам құқығын қорғау саласында Біріккен ұлттар ұйымы конвенцияларымен бірге Еуропа кеңесі, Азия, Африка, Америка мемлекетаралық ұйымдары, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қабылдаған өңірлік халықаралық шарттарда қолданылады. Адам құқығы бұзылған фактілер болған жағдайда әрбір азамат осы комитеттерге өз шағымын жолдануға құқысы бар. Қазіргі уақытта Қазақстаннан шамамен 20-ға жуық арыз шағымдар түскен. Олардың барлығы осы комитеттің процедураларына сәйкес қаралуда, және де оның қорытындысы бойынша әрбір елге тиісті рекомендациялар дейміз, ұсыныстар жасалынады. Адам құқықтарын қорғау халықаралық институционалдық механизмдерден мемлекет адам құқықтары жөніндегі комитет, азаптауларға қарсы комитет, нәсілдік кемсітушілікті жою туралы комитет, әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою жөніндегі комитеттің құзыретін қабылдады. Қазақстан адам құқықтары саласындағы бақылаудың халықаралық құқықтық механизмдерімен ұдайы ынтымақтастықта болып, олардың нұсқауларын орындауға барынша күш салып, өз заңнамаларын көрсетілген шарттарға сәйкестендіреді. Қазіргі уақытта біз маңызды халықаралық құжаттарды жүзеге асыру бойынша жұмыстарды атқарудамыз. Бұл азаптауларға қарсы күрес туралы конвенциясы және оның факультативті хаттамасы. Елде азаптаулардан қорғау саласында ұлттық сақтандыру механизмі құрылды. Осыған байланысты барлығы жекелеген азаматтар мен мемлекеттер Біріккен ұлттар ұйымы комитеттері мен Еуропа адам құқықтары жөніндегі сотына өтініш білдіре алады. Осы шартта төрелік арыз беруші өзі өмір сүретін елдің конституциясының еншісінде болады. 1995 жылы Қазақстан Республикасының референдумында қабылданған Конституция халықаралық құқықтар мен нормаларының басты принциптерін қамтыды. Сонымен қатар, Конституция біздің ұлттық құндылықтарымызды да бекітті. Яғни еліміздің өркендеуі үшін қолайлы жағдаймен қамтамасыз ететін басты ережелер. Егеменді еліміздің іргетасы қаланған тұста, яғни 1994 жылғы ақпанда ел президентінің жанынан адам құқықтары жөніндегі комитет құрылғанын атап өту керек. Оған сәйкес, адам құқықтары жөніндегі комиссия сабағаттық кеңесші орган болып табылады. Оның міндеті елбасына азаматтар мен адамдар құқықтары мен бостандықтарының кепілі ретінде конституциялық өкілеттігін жүзеге асыруына жәрдемдесу. Бүгінде Біріккен ұлттар ұйымы комитеттерінің қарауындағы қазақстандықтардың барлық шағымдары бойынша еліміздің бас прокуратурасы ждағатты тексерулер жүргізеді. Мемлекет адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнінде қыруар жұмыстар атқаруда. Маңызды халықаралық құқықтар ратификацияланды. Ұлттық құқық қорғау мекемелері құрылды. 1948 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы қабылдаған жалпыға бірдей адам құқығы декларациясы анағұрлым танымал халықаралық құжаттардың біріне айналды. Бұл негізгі құжат бүкіл дүние жүзі бойынша әлі күнге дейін маңызды. Біздер халықаралық деңгейдегі Біріккен ұлттар ұйымының шеңберіндегі
бірқатар адам құқықтарын қорғаушылық сипаттағы конвенциялардың пактілерге мүшесі болып табыламыз. Ол мүшелер біздің мемлекетімізге адам құқықтарын мойындауда және оларды қорғауда біршама міндеттер жүктейді. Осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы бұл салада пәрменді қарқынды жұмыстар атқаруда. Қоғамда кездесетін адам құқықтарының бұзылуын талқылауымыздың өзі сөз еркіндігін берген еліміздің ата заңы Қазақстан Республикасы Конституциясының арқасы екенін атап өткеніміз жөн. Дәл сол Конституцияда адам құқықтары саласындағы басты халықаралық стандарттар жазылған. Бұл заң еліміздің басты құқықтық іргетасы. Конституцияның бірінші бабына сәйкес адам, оның өмірі, құқығы мен бостандығы мемлекеттің жоғарғы құндылығы болып табылады. Еліміздің ата заңы жаңа Қазақстан жетістіктерінің берік кепіліне айналды. Тиімді құқықтық жүйені орнықтыру арқылы біз экономикалық өсімге және қоғамның әл-ауқатының артуына қол жеткізіп, елімізде тұрақтылықты, бейбітшілік пен келісімді қалыптастырдық. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының президенті. 20 жылдан бері Қазақстан Конституциясы ұлттық саяси құқықтық жүйенің өзегі болып табылады. При этом Конституция является... Осы шартта Конституция жаһандану шарттарында елді қорғайтын басты апологет болып табылады. Басқа елдерде мәдениеттер мен ұлттарда қолданылатын барлық идеалдардың елімізге сәйкес келе бермейтінін білеміз. Құқық ұлықтылығымен қамтамасыз етудегі елдің жетістігі тағы да Біріккен Ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясының шешімін растайды. 2012 жылғы 12 қарашада Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне мүше болды. Аталмыш шешім мемлекетке азаматтар мен адам құқықтары және бостандықтары саласындағы жалпы қабылданған принциптерді сақтау жөніндегі міндеттерді артады. Күн сайын бүкіл дүние жүзі бойынша миллиондаған адам қандай да бір адам құқықтарының бұзылуымен бетпе-бет келеді. Кемсітушілік, кедейшілік, аштық, қуғын, балаларға қатысты қатыгездік, құлдық пен зорлық пен кісі өлтіру адамзаттың басым бөлігі үшін жалпыға бірдей декларациясының 30 бабында көрсетілген басты құқықтары орындалмас уәде болып қала береді. Оның бірнешеуінен мысал келтірейік. Барлық адамдар тумысынан азат және қадір-қасиеті мен құқықтары тең болып дүниеге келеді. Бүкіл дүние жүзі бойынша кіріптарлық күйге түскендердің 70% әйелдер. Ешкімде құлдықта немесе кіріптарлықта ұсталуы тиіс емес. Қағаз жүзінде құлдық жойылды. Үкімет құлдықты заңсыз деп көрсеткен көптеген шарттарға қол қойды. Алайда, бүгінде неге куә боламыз? Мәжбүрлі балалар еңбегі қазіргі заманға тән құлдықтың бір түрі. Бүгінде 5 жас пен 14 жастың аралығындағы 250 миллионға жуық бала жұмысқа жегілген. Олар балалық пен қоштасқан бүлдіршіндер. Әр адам өзінің және отбасы мүшелерінің денсаулығын, әл-ауқатын қамтамасыз ететіндей, тамақты, киімді, баспананы, медициналық күтім мен қажетті әлеуметтік қызмет көрсетуді қамтитын өмір сүру деңгейіне құқылы. Кариб бассейні елдерінде қант қызылшасын жинаушылар күніне $3 табады. Алайда, құрал саймандардың жалгерлік бағалары оларды плантация иелеріне сол сәтте борыштетеді. Ал маусым соңында тек тамақ үшін жұмыс деген болып шығады. Әр адамның қуғынға ұшыраған жағдайда баспана іздеп, және сол баспананы пайдалануға құқығы бар. Біздің елімізде оралмандар осындай қиындықтарға тап болады. Өздеріне таныс орталарын тастап, өз отбасылары үшін жақсы өмір іздеп, мыңдаған шақырымды артқа тастап, елге көшеді. Егерде өз қабілеттерін тең құқылы негізде пайдаланса, олардың басым бөлігі қазақстандық қоғамның белсенді мүшелеріне айналады. Алайда, бұның бәрі оралмандарды қабылдау, тұрмыстарын түзеу және бейімдеудің сапалы жүйесін құрғанда ғана мүмкіндік болады. Меніңше, жергілікті атқарушы органдарда мемлекеттік қызметкерлердің кәсібиліктерін арттыруға арналған бірлескен бағдарламамыз ерекше мәнге ие. Сондай-ақ бұл бағдарлама кәсіпкерлікті, шағын және орта өндірістерді дамыту үшін, сондай-ақ ауыл әйелдер мен Шығыс Қазақстанға, Моңғолия мен Қытайдан көшіп келе жатқан оралмандарға арналған. Адамның барлық құқықтарын әркімнің пайдалану мүмкіндігі үлкен өзгерістерді талап етеді. Жалпыға бірдей адам құқығы декларациясы қаншалықты өзекті болғанымен, өздігінен жүзеге асырылмайды. Мұнда Біріккен Ұлттар ұйымына енетін барлық елдердің бірлескен сындарлы, қажырлы еңбектері қажет. Барлық мемлекеттік органдардың, әрбір жекелеген елдің, азаматтық қоғамның барлық өкілінің, әрқайсымыздың